Қара мысықтың кегі. Түнгі көшеде Ричард өзінің әдеттегі жолымен ішіп келіп, бір түрлі сезімде еді. Қала шетіндегі ескі үйде әйелі Лиза мен 6 баласы оны күтіп отырды. Үйде бәрі тыныш, бірақ Ричардтың қиялы тыныштықты бұзды. Ол осы түнде бірдеңе дұрыс болмайтынын сезді. Бірақ оның санасы мас күйде болғандықтан, ол оған мән бермеді. Көшеде адасып жүріп, бір топ мысықтың баласын байқап қалды. Олардың жүндері нәзік, көздері әлі де ашылмаған нәрестелер сияқты еді. Ричард тұрып қалды, бірақ оның ойы өзіне қарсы шықты. Бұрын ол мысықтарды ешқашан ұнатпаған. Осы сәтте ол кішкентай мысықтарды аяусыз таптап өтті. Қанның иісі ауаны ластап, түн тыныштығын бұзды. Жаннан басып өткен мысықтардың мияуы әлі де құлағында жаңғырып тұрды. Қара мысық бұл көріністі алыстан байқады. Ол аңырап, Ричардқа тап берді. Оның өткір тырнақтары Ричардтың бетін тырнап, ол қашып үлгермей, көзіне қан толды. Мысық оның әрекетін кешірмейтінін түсінді де, қаша жөнелді. Ричард үйіне қарай қайтқанымен, бұл оқиға оның санасында ұзақ сақталды. Ол өз әрекетінің ауыр салдарын әлі сезбеген еді. Кек басталды. Сол түні қара мысық бір кек ойлады. Оның ойы нақты болды. Бұл адам оның балаларының өліміне себепкер болды, және ол қасақана жазаланады. Кек алу үшін ол үйге қарай жүрді. Алдымен үйдің ең кішкентай қызы, Эмилиді таңдап алды. Бір күні Лиза өзінің қызы ойнап жатқанын бақылай отырып, кенеттен Эмилидің жүрегі айни бастады. Қыздың қасынан өтіп бара жатқанда қара мысық оның бетіне жабысып, оны талап өлтірді. Лиза дауыстап айқайлады, бірақ оның дауысын ешкім естімеді. Жанұясының құлазыған тыныштығы бұзылды. Келесі күні Джон атты екінші баласы өз үйінің ауласында ойнап жүргенде, мысық тағы да оны аңдып тұрды. Оның жып-жылы жүнімен көрінген мысық баланың мойнын тырнап, оны да өмірден алып кетті. Лиза 2 күнде 2 баласынан айырылып, есінен танып қалды. Ричард болса, өз қателігін түсініп, жасалған әрекетті есіне алып, қатты өкінді. Бірақ оның әрекеттері мен қателіктері бәрі кешеді. Тұрақсыз өмір. Осыдан кейін, 3-ші бала Томның өмірі де қауіпке түсті. Том үйдің шатырынан көрініп, биікке шыққысы келді. Әкесі оны көріп, айқайлап үлгермейінше, қара мысық баланы төменнен тырнап жіберді. Том тепе-теңдігін жоғалтып, шатырдан құлап, басымен тасқа соғылып, сол жерде жан тәсілім етті. Лиза мен Ричард үшін бұл қиын соққы болды. Олар ең кішкентай баласында жоғалтқан еді. Отбасындағы қалған 3 баланы аман алып қалу үшін олар қаланы тастап, жаңа жерге көшуді шешті. Қалада тыныштық жоқ. Жаңа қалаға көшкеннен кейін 1 ай өткен соң барлығы аз да болса тыныштық табады деп үміттенді. Бірақ қара мысық оларды күтіп тұрды. Бір күні 4-ші баласы Майкл мектептен қайтып келе жатқанда, метроға жақын жерде мысық оны көріп, артынан секіріп, оны метродағы пойыздың алдына итеріп жіберді. Бала бірден пойыздың астында жан тапсырды. Камерадағы жазба оның қазасын дәл көрсетті. Бұл көрініс ата-анасы үшін ақырғы дағдарыс болды. Олар өздерінің жақындарын жоғалтып, бәріне кінәлі екенін сезді. Мысықтың соңғы соққысы. Осыдан кейін мысық үйге жасырынып кіріп, оны бақылап тұрды. Лиза мен Ричард ешкімнің үйге кірмеуін қадағалап, есікті жақсылап жауып қойды. Бірақ үйде тыныштық болмай қалды. Ваннаға түсіп жатқан 2 бала, Сара мен Бен кенеттен фендегі электр тоғымен ауырып, сол жерде жан тапсырды. Мысық терезеден шығып, тағы да қашып кетті. Осы оқиғадан кейін бірнеше күннен соң, Лиза мен Ричард ауыртпалықты көтере алмай, газды қосып, өз-өздерін өлтірді. Олар үшін өмір мәнін жоғалтқан еді. Келесі күні полиция олардың өлі денелерін тапты. Мысық бұл көріністі көріп кетіп қалды, бірақ оның кегі орындалды. Ол түннің қараңғылығына сіңіп, өз кегін алғандай түнгі көшеде кетіп бара жатты. Осылайша Ричард пен Лиза өздерінің ауыр қателіктерінен түскен қорқынышты бағаны толық төледі. Мысық болса өзінің кегін алды, бірақ оның жүрегінде тыныштық болмады. Қорытынды. Жануарларға зәбір көрсету, бұл тек олардың ғана емес, біздің де адам болмыстығымызға нұқсан келтіреді. Олар бізге ешқашан өз өшін алмайды, бірақ олардың азабы біздің жанымызда қалады. Мысықтың немесе басқа да жануарлардың өмірі бір сәтті қуаныш немесе ара-тұра ойнақы күлкі үшін құрбандыққа шалынуға лайық емес.
Оларды аялап, қамқорлық көрсету арқылы біз өзіміздің адами қасиеттерімізді нығайтамыз, жүрегімізді ашамыз және шынайы тыныштыққа жақындаймыз. Біз жақсылық жасамау арқылы өзіміздің ең таза сезімдерімізге жасалған қиянатты сеземіз. Сондықтан табиғаттың әрбір тіршілігіне құрметпен қарау, оның кішкентай өмірін бағалау бұл біздің өзіміздің нағыз адамдығымызды дәлелдейтін ең маңызды қадам.